Біздерде құс көп қой. Құс жетеді бізде. 9000-нан астам құс бар қателеспесем. Сол өйткені құс ол сізге келгенше қойыңызды құсыңызды санап келдім мен. ол тез жеңіл табыс. 2 айда жаңа балапаннан уже үлкен құсқа шығараса оны сату уже. Сосын жұмыртқа сатса да, мысалы қазір орталықтарда бізде табиғи жұмыртқа жетпейді ғой. Инкубатордан шыққан жұмыртқа оның денсаулыққа да зияны бар. Ол да проблема. Қазір айты жоқ та ол. Қазір үйдің жұмыртқасы жоқ, өзі жетпейді ол. Ауыл халқы өзі жеп жатыр, қалада халық жұмыртқа таппай жүреді. Таппай жүр. Ол шыны керек, ол келеді жаңағы өздері әр үйдің өзі потенциальный клиенттері бар. Маған мысалы жұмасына бір 100 жұмыртқа алып келіп беріңіз, ол бір үй дегенде. Сол мен қайтадан айтып жатқан, сіз 100 жұмыртқамен жүргенше СПК ашсам, сен мысалы мына жұмыртқаны 70 теңгеден сатсаңыз, СПК арқылы мына жақта мен 70 теңгеден сатсам, а СПК-ны мен 50 теңгеден сатсам. Сіз оны негізі объем біріншіден. Сіз күнде жаңа сол кісі патсаң 100 жұмыртқа сіз күнде алып отырмай ма? А сіз күнде сол жұмыртқаны. Сол үшін сіз жаңа үйде 10 тауық салсаңыз, еседе мүмкіндік бар 20-30 тауық салуға. Соған ғимарат салуға болады.